ме? Асық ойнап көрдіңдер ме? Көрдік. Жақсы. Ендеше біз қазір хан талапай ойынын ойнаймыз. Ол үшін мен сендерге ең бірінші ойынның шартын түсіндіріп кетейін. Қазір талапай ойынымыз басталды. Алақай деп мен сендерге мына асық қоржындағы асықтарды ұсынамын. Бұл қоржынның ішінде көп асық бар. Оның ішінде бір ерекше асық бар. Сол ерекше асық кімге түседі, сол бала ойынды бірінші болып бастайды. Қазір қарамай отырып, қолдарыңмен асықтан аласыңдар. Содан кейін кімге қанша асық түскен санын маған айтамыз. Кімге ерекше асық түсті, сол бала қалған асықтың бәрін көнбеге тізгеннен кейін ойынды бастайтын болады. Асықты көздеп атқан кезде кім асықты құлатады, ол бала екінші рет ату мүмкіндігіне ие болады. Ал кім дәл көздеп ата алмайды, ол балаға сұрақ қойылады, ол бала сұраққа жауап беретін болады. Ойын солай ары қарай жалғасады. Ойынның шарты түсінікті ме? Түсінікті. Жақсы, олай болса мен сендерге қазір асықтарды ұсынамын. Қарамай тұрып, қолымызға сыйғанша асықтарды аламыз, е? Айбек, асық ала ғой. Ерекше қызыл асық бізде кімге түсті? Алиханға түсті. Ендеше ойынды қазір Алихан бастайды.